Баяғыда бір тақуашылдыққа енді бет бұрып, 5 уақыт намазын бастап, өзінің білгенінен білмегені көп болса да, жан-жағына дінді дәріптеп жүрген бір адам болыпты. Бір күні ол Сахара шөлде керуенмен кетіп бара жатып, аяғынан жараланған бір қарғаны көреді. Қарғаның шөл Сахараның ортасында өлмей, ас сусыз қалайша аман жүргенін көріп, таң қалады. Көп уақыт өтпей-ақ тағы бір қарға келіп, әлгі жаралы қарғаны тамақтандыра бастайды. Мұны көріп тұрған әлгі тақуа адам: «Ей Алла, құсекеш құстың да ризық несібесін өзің жеткізіп берудесің. Жұмыс жасап, ризық табам деп жан таласқаным дұрыс емес екен. Өзіңе құлшылығымды жасап, өмірімді өзіңнің жолыңа арнасам, несібемді Алла өзің жеткізеді екенсің» деп, әлгі көрген көріністен сондай тұжырымға келеді. Сонымен не керек? Бір үңгірді паналап күні-түні Аллаға құлшылық жасауға кіріседі. Мұндай жайт елеусіз қалсын ба? Адамдар бірінен бірі естіп, әлгі кісінің әрекетіне таң қалысып, оны көруге елдер жан-жақтан жинала бастайды. Сол елде бір оқымысты ғұлама кісі болады. Бұл жайт оның да құлағына жетеді. Ғұлама дейлеп, тақуа адамды іздеп келеді, және неліктен мұндай жолды таңдағанын сұрайды. Сонда тақуа адам болған жайды бастан аяқ баяндап береді. Бар жайға қанық болған ғұлама таң қалады. Ол жерде Алла саған 2 жолда көрсетіп еді. Неліктен сен ауру, әлсіз, біреуге күні қараған қарға болуды таңдадың? Неліктен сол қарғаны тамақтандырған қарға болуды қаламадың? Жәрдемге мұқтаж емес, керісінше жәрдем беруші болмадың деп ғұлама әлгі тақуаны сөзден тосып тығырыққа тіреген екен. Әрине, ризықты беруші де, алушы да Алла. Бірақ бізге әлгі ғұлама айтқандай таңдау берілген. Алушы ол боласың ба, әлде беруші? Таңдау өзіңде. Қымбатты оқырман, біз бұл оқиғадан қандай ғибрат алып, қандай ой түйіндеуге болады? Ащы да болса, шындық мойындау керек. Бізден біреу жағдайымызды сұраса, шүкіршілік, тәуба, барға қанағат деп айтатын болсақ, сол барымызды тартып алатындай, барынша өзімізді аянышты көрсетуге тырысамыз.